бір түлкі тамақ іздеп келе жатады. Келе жатса, алдында бір биіктің үстінде тауық отыр екен. Сол тауықты көріп, мен бұны қақпаныма түсірейін де жеп қояйын дейді да, тауыққа қарап: «Ей тауық, биікте неге отырсың? Жерге түс, тілімді алсаң дос болайық, осы жерде намаз оқып алайық, ойнап күлейік» дейді. Сол кезде тауық: «Ой, рас айтасың түлкін, бесін намазының мезгілі болып қапты ғой, анау жерде имам жатыр, оята ғой соны» дейді. Түлкі қуанып кетіп, биіктегі тауықты жей алмасам да жердегі тауықты жеймін ғой деп жүгіріп айтқан жеріне барса, бір таз ұйықтап жатыр екен. Сөйтіп ол түлкіні көреді да қуа жөнеледі. Ал түлкі болса қаша жөнеледі. Сол кезде тауық: «Ей түлкі, қайда бара жатырсың? Намаз оқымаймыз ба?» дейді. Сөйтіп түлкі тазы түлкіні қуып жетіп алқымынан алады. «Біреуге ор қазба, өз басыңа кетер» деген екен. Япырмай, сонда тауық та түлкіні алдайды екен ғой. Түлкіні алдаған тауықты енді көріппін.